Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Сандуғаш. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажаннан рулет жасап үйренетін боламыз. Өте оңай, өте дәмді. Ол үшін бізге көп зат қажет болмайды. Бұл жерде тек баклажан болса, помидор керек болады, кейін кішкене тұз, майонез керек болады. Кейін 2 жұмыртқа керек болады. Баклажанымызды турап аламыз. Баклажанымызды, помидорымызды жақсылап турап алатын боламыз. Турап алғаннан кейін баклажанымызды тұзды суға салып қойып қоятын боламыз. Помидорымызды турап алдық. 2 жұмыртқамызды жақсылап араластырып, оған кішкене тұз салып араластыратын боламыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып алғаннан кейін тапамызды қыздырып, оған май құятын боламыз. Майымызды қыздырып аламыз да баклажанымызды жұмыртқаға араластырып қуыратын боламыз. Достар, менің арнама тіркеліп, YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта көптеген қызықты, өте оңай рецептермен бөлісетін боламын. Қызып тұрған тапамызға дайындап алған баклажанымызды жұмыртқаға батырып қуыратын боламыз. Қызып тұрған майымызға баклажандарымызды қып-қызыл етіп қуыратын боламыз. Барлығын салып қуырып аламыз. Достар, менің YouTube арнама кіріп, әртүрлі рецептерді көрсеңіздер болады. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жақтан өтіп көрсеңіздер болады. Өздеріңіз үйде жасап көріп, қалай болғанын комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мен ашып оқитын боламын. Алдағы уақытта қандай рецептермен бөліскенімді қалайсыздар? Комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Баклажанымыз мына қызыл болып қуырылды. 2 жағын аударып қызартып алатын боламыз. Дайын болды. Енді баклажанымыздың барлығын алатын боламыз. Баклажанымыздың барлығын алып алдық. Енді қалғандарын да тура солай қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Өте оңай, тез дайын болады. Қуырып дайындап алдық. Помидорымызды осылай ортасынан бөліп турап алатын боламыз. Майонезімізді кесеге салып, оның ішіне майдалап чеснок қосып жіберетін боламыз. Жақсылап араластырып алып, майонезімізді баклажанға жағатын боламыз. Ортасына жақсылап жағып алып, ортасына помидор қойып, рулет қылып орайтын боламыз. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай барлығының ішіне жағып, майонез бен чесногымызды жағып, помидормен орап қоятын боламыз.
осылай барлығын орап дайындап аламыз. Міне барлығын орап қойдық. Өздеріңіз әртүрлі немен әдемілеп оформление жасалсаңыздар болады. Мен жай укроп қойдым. Достар, менің видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, алғысым шексіз. Сіздермен сандуғаш.